Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Ұлтының адал перзенті болған Қазақстан үкіметін 13 жыл басқарғанда бірде-бір пара алмаған, еліміздің дамуына айрықша үлес қосқан Нұртас Оңдасынов зейнет жасында өз елінде емес, туған жерінде емес, Мәскеуде болған еді. Ардақты ағамыз бір естелігінде ұлты мен қызметі туралы былай дейді: Әл-Фараби бабамның мына бір қағидасы үнемі есімде жүреді. Бірде бір замандасы ғұлама ғалымнан: алманың қасиеті қып-қызыл болған түсінде ме, әлде бал татыған дәмінде ме дегенде, ғұлама ойланбастан алманың артықшылығы дәнінде деген екен. Сол сияқты жалпы тіл, дәстүр, салт сана туралы мақала жазсам әлгі дәнді ұлт ұрығынан жоғалтып алмасақ екен деген уайымнан жазамын. Өйткені әйелді орыстан алдым. Өмір бойы сыйластықта өткен әйелімді ол үшін жазғыра алмаймын. Өкінерім, балаларымды жоғалтып алдым. Олар қазақи рухтан, түсінік түйсіктен, тәлім тәрбиеден, салт дәстүрден мақұрым қалды. Ұлт ұрығы, тілі, дәстүрі, салты. Осыдан нәр алған адам ғана өз ұлтының өкілі бола алады. Бұл қателігім үшін халқымның алдында басымды иіп, 1001 мәрте кешірім сұраймын дегенді айту үшін де Нұртас Оңдасынов сияқты туылу керек сияқты. Әйтпесе Нұртас Дәндібайұлы қазақ жерден шыққан Ахмет Яссауи туралы да былай деген еді: бірде Сирия мемлекетіне Кеңес одағының делегация құрамында бардым. Мен Қазақстаннан астанасы Алматы деп едім, ешкім біліңкіремеді. Сосын туған жерім Түркістан, ондағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесін айттым. Сол-ақ екен, жапырлап келіп қолымды алып, үстімдегі киімнің етегін сүйіп, әбігер болды да қалды. Сөйтсем, бар ғұмырын суфизм ілімін уағыздауға арналған даналық ойлармен ұнаған Қожа Ахмет Яссауиді сириялықтар да жақсы біледі, әрі үлкен құрмет тұтады екен. Қожа Ахмет Яссауимен жерлес болғандығым үшін ғана табан астынан ең құрметті болып шыға келдім. Одан кейін барған жердің бәрінде маған ерекше көңіл бөлініп, құрмет жасалатын болды. Сол кезде байқағаным, сөздерімізде, тілде ұқсастықтың барлығын. Содан ой туды. Ұқсас сөздерді жинап, мағынасын ашып, кімнен қандай сөз ауысты, өзгерісі қалай дегенді зерттеп, неге сөздік жазбаймын деген. Оған тағы бір себеп: бала кезімде ауыл молдасынан алған білімім, яғни ептеп арабша хат танитындығым. Осылайша кезінде Қазақстанды басқарған Нұртас Оңдасынов арнайы ғылым докторы, кандидат деген атақ дәрежесі болмаса да, зейнеткерлікке шыққаннан кейін Мәскеуде тапжылмай отырып 25 жыл уақыт бойы арабша, парсыша, қазақша түсіндірме сөздік жазып, тұтас бір ғылыми институттың жасайтын жұмысын өзі атқарып шыққан екен. Оңдасынов былай дейді: сөз төркінін іздеу қандай қызық, қандай ғажап, қандай сиқырлы. Тек өкінерім, жүргелі тұрған пойызға билет алып қойған жолаушыдай қопаңдаймын да отырамын. Уақытымның аз қалғанына, жасымның тым ұлғайып, бастаған сөздіктерімді жалғастыратын шәкірт тәрбиелемегеніме өкінемін. Шәкіртсіз ұстаз-тыл деген осындайдан айтылса керек деген еді Нұртас Оңдасынов. Қазақ халқына осылай қызмет еткен Нұртас Оңдасыновтың есімі бүгінгі ұрпаққа жетпей жатуына кімдер мүдделі? Осыншама қызмет қылған Нұртас Оңдасынов өз атынан тұтас қаланың атын бермек түгілі бір ауылдың атын берді ме екен өзі? Негізінде мұндай адамдар халықтың есінде кейін қалмай қаламын-ау деп қорықпайтын сияқты, себебі олар ұлт үшін қызмет еткенін біледі. Ал халық тіпті 1000 жыл өтсе де мұндай данышпан басшылардың еңбегін ешқашан ұмытпайды.